Сәлем біліктілер. Бүгін бізде жылдам викторина. Барлық сұраққа жауап беріп көр. Әр сұраққа небәрі 5 секунд уақытың бар. Жер бетіндегі ең үлкен жануар қайсысы? Кашалот, көк кит. Дұрыс жауап көк кит. Кім жылдам? Гепард әлде страус? Гепард. Қайсысы шалмайды? Пингвин әлде қарлығаш? Пингвин. Ұзақ өмір сүретін жануар. Тасбақа. Тұмсығында мүйізі бар жануар. Мүйіз тұмсық. Күн жүйесіндегі ең үлкен планета қайсысы? Юпитер, Марс. Юпитер. Бізге ең жақын орналасқан жұлдыз. Күн немесе ай? Күн. Жердің табиғи серігі қалай аталады? Ай әлде күн? Ай. Ең ыстық континент Антарктида әлде Африка? Африка. Жер бетіндегі ең биік шың қалай аталады? Эверест әлде Хан-Тенгри? Эверест. Қазақстанның ең үлкен қаласы қайсысы? Астана ма әлде Алматы? Алматы. Туымызда қай құс бейнеленген? Үкі әлде қыран? Қыран. Көшпенділердің үйі қалай аталады? Киіз үй. Қазақтың ұлттық аспабы. Скрипка ма әлде домбыра? Домбыра. Астанадағы ең танымал мұнара. Бәйтерек, Хан Шатыр? Бәйтерек. Судың астында демалатын жануар. Балық. Гүлден бал жинайтын еңбекқор жәндік. Ара. Адам денесіндегі ең басты мүшелер. Жүрек және ми. Кемпір қосақта неше түс бар? Жеті түс бар. Сүт беретін үй жануары. Сиыр. Жер бетіндегі ең биік жануар қайсысы? Піл әлде керік? Керік. Өрмекшінің неше аяғы бар? Сегіз аяғы. Мұхит суы ащы ма әлде тұщы ма? Ащы. Қай планетаны қызыл планета деп атайды? Сатурн әлде Марс? Марс. Аптаның 5-ші күні қалай аталады? Жұма. Қай ағаш қыста жазда жасыл болып тұрады? Шырша әлде қайың? Шырша. Адам ағзасындағы ең қатты жер, мүше. Тіс. Күн қай жақтан батады? Батыстан әлде шығыстан? Батыс. Дүние жүзінде неше мұхит бар?
5 мұхит бар. Ең кішкентай құс қалай аталады? Колибри. Міне 30 сұрақ артта қалды. Нешеуін таптың? Егер 25-тен ассаң, сен нағыз данышпансың. Видеоны лайк бас та арнаға жазыл. Келесі видеода кездескенше сау бол.